былай дейік. Мынау өткен жылы біз мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткіздік қой. Сонда мынау билік тапсырма берді. Барлық жоғарғы оқу орындарына, барлық мектептерге, барлық жаңағы мекемелерге бұны мемлекеттік тілді қолдау акциясына шықпаңдар деді. Сонда бізге санаулы адам келді. Өйткені мұғалімдердің өзі, мектептің мұғалімдерінің өзі жеме-жеме келгенде, институт мұғалімдерінің өзі ұлтын сатып жерді. Сөйтіп ана жерге балаларын іздеп жүр. Сөйтіп келіп соны аяғы жазып береді, аяғы барып жүрді. Міне, соны мен билікке ескерттім билікке. Егер сендер тағы да былтырғы әдістерімді қайталайтын болсаңдар, онда мүлде біз басқаша мінез көрсетеміз. Себебі бұл енді ұят мәселе. Біз билікті алып тастайық деп отырған жоқпыз ғой. Біз бар болғаны мемлекеттік тілді қолдау акциясына шақырып отырмыз ғой. Сондықтан дұрыс айтасыз. Бұдан мынандай ой туындайды. Барлық ректорларға айту керек, барып келсін. Егер сол ректорлар өздерінің балаларын жібермейтін болса, әлгі мектептің мұғалімдері өздерінің оқушыларын жібермейтін болса, онда оларды біз баспасөзде жариялауымыз керек. Ит масқарасын шығаруымыз керек. Осында мемлекеттік тілге қарсы адам ретінде көрсетуіміз керек оларды. Міне осы жағын естіп